сіздермен бөліседі. Түркияға келгенде қандай жерге қыдыруға кеңес береді. Одан кейін әртүрлі даже әпкенің турлары бөліп төлеуге ыңғайлы. Такситлер қалай болады әпке несі қазақша? Бөліп төлейді. Иә, рассрочка. Сол, бұйыртса, иншалла енді осы әпкемен Стамбулда келгенде қандай қиыншылықтар болуы мүмкін. Сізді ақшамен келгенде көп сұрайды. Ақшаны доллармен алып келсек бола ма, әлде лирамен қалай аламыз деген сияқты. Оның бәрін Каспи банктан, осының барлығын толық ақпараттарды Гүлдан әпке беретін болады. Давайте мен сіздердің сұрақтарыңызға толық жауап беремін. Егер де нақты магистратураға байланысты сразу айтамын. Сұрақтарыңыз болса, біздің жеке парақшаға хабарласыңыздар, жеке номерімізге көрсетілген. Одан кейін көптеген адамдар біздің білет, менің өзімнің оқырмандарым. Жалпы бакалаврға байланысты көптеген ақпараттар айтамыз қазір. Оқу жылының қабылдау уақыттарын айтамыз бүгін жаңа толық ақпараттармен. Так, кетіп бастаймыз әпке. Қатып жат. Так. Кешірім сұрайын. Байланыстамын. Нормально түсінеміз. Әпкен 4 кішкентай балапаны бар, 2 егіз қызы бар. Балдай тәтті. Так что сізге кешіріммен қарауға болады. Одан кейін еще әпкенің турында ең күшті фишка түрік актерлармен, актрисалармен кездесесіздер живой. Енді Түркияға келіп біз даже көрмейміз актерларды, ал әпкемен кездескенде үнемі кездесуге мүмкіндік болады. Сол себепті Гүлдан әпкенің страницасын көріңіздер, қараңыздар, өте пайдалы ақпараттармен бөліседі. Иә, қазір. Так, дайындалып алайын десеңші. Так, как раз қосылсын адамдарда. Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер, біз жауап береміз. Нұргүл, мен мына жерде Түркияға қалай оқуға түсуге болады деп жазып қойдым, соны прикрепить етіп қоясың ба комментарий? Окей. Яғни жаңадан кірген адам бірден біздің тақырыбымызды білсін. Окей. Комментарийдің үстін басасын. Менің комментариймен үстін басасында прикрепить дейсің. Я, так. Неге шықпайды тұр дейсің? Комментарийді өшіріп тастадым. Я, әпке. Аха. Именно менің комментариym үстін бір басып жіберсең, прикрепить деген шығады, соны прикрепить етіп қояла. Ойбай, енді үйреніп жатырмыз. Ал, шықты. Қайырлы күн, баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай, кішкене техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймын. Кішкене дайын болмай қалдым, 5-10 минутқа. Бүгін біз деген, мен таныстырып кетсем, мен сіздерге енді мынау алдымызда отырған Нұргүл деген қызды таныстырып өтейін. Нұргүл өзі білмеулеріңізде мүмкін. Нұргүл негізі студент, Түркияға өзі оқуға түскен, қазіргі таңда оқуын бітіріп жатыр, яғни бірнеше жылдық тәжірибесі бар, оқуға қатысты. Нұргүл өзі оқуға келіп түсті, жолдарын барлығын біледі. Міне Түркияда өмір сүріп жүріп, Түркияда студент бола тұра өзінің осындай 2 жеке бизнесін ашып отыр. Оның біріншісі ол Махаббат Station. Кейін Нұргүлдің парақшасына өтсеңіздер көре жатасыздар. Махаббат Station дегеніміз, яғни ерекше love story түсіру. Яғни сіз ол Махаббат Station ішіне кірсеңіздер, ерекше локацияларды көресіздер деп, отказ бере алмайсыздар. Яғни жаңадан отбасын құрып, осындай бір үлкен қадамға жол бастап отқан адамдар үшін керемет love story жасап береді, сонымен қатар қыдыртады, соның барлығы соның ішіне кіреді. Екінші бизнесі дәл қазір біз тікелей эфирде байланыста отырған Білім Station. Білім Station'ның қызметі қалай? Білім Station'да осындай Нұргүл өзі осы жолда жүріп өтті, бәрін біледі, қандай алдыңнан қиыншылық шығады, қандай құжаттар керек болады, міне осының барлығын біліп,
ескере отырып осындай бизнес ашып отыр екен. Яғни өзің ғана емес, басқа да Қазақстанның азаматтары осылай мен сияқты оқысын, білім алсын деп осы бизнесін ашып отыр, достар. Бұл жерде қандай? Білім стейшнның қызметі қандай? 11-ші сыныптан кейін кімде-кім Түркияға оқуға түскісі келсе, міне білім стейшн әуежайдан күтіп алғаннан бастап, қандай құжаттар керек, не істеу керек, кімге бару керек, не күту керек, қай жерге қандай сайтқа кіру керек, міне осындай барлық сұрақтарға сіздерге жауап беретін болады. Сонымен қатар жатақхана проблемасы бар, жатақхананы кімде-кімде оңай жолмен ала алмайды. Міне сіздер оған бас қатырмайсыздар. Білім стейшн сол жұмыстардың барлығын өздері атқаратын болады. Енді осы білім стейшн мен махаббат стейшнның бас қасында жүрген міне менің Нұргүл атты сіңілім. Нұргүлмен бүгін бізде сұхбат болады. Яғни сіздер болып, біздер болып біраз сұрақтардың жауабын алатын боламыз. Егер де сіздердің Түркияға қатысты сұрақтарыңыз болса, міне осында қоя берсеңіздер болады. Сосын мен тағы да бір маңызды ақпаратты айтып кетейінші, қыздар. Жалпы достар, егер де сіз 10-шы сынып оқитын болсаңыз, онда сізде вообще шанс өте көп. Мен әлі 10-шы сынып оқимын. Мына жерде менің 10-шы сынып оқитын ата-аналар көп қарап отқанын білем. Соларға қатысты айтып отырмын. Егер де сіздің балаңыз, туысыңыз, досыңыз 10-шы сынып оқитын болса, міне қазірден бастап осы білім стейшнмен дос болыңыздар. Қазірден бастап олар сіздерді дайындайды. Яғни қайға дайындайды? Грантқа дайындайды. Ал егер де сіз 11-ші сынып оқушысы болсаңыз, 11-ші сынып ата-анасы болсаңыз, онда сіздер грантқа кішкене үлгермей қалдыңыздар. Себебі грант бізде февраль айында болады. Солай ма, Нұргүл? Иә, солай. Иә, грантқа Түркия бурсалары арқылы түседі, солай ма, Нұргүл? Иә, Түркия бурсалары. Түркия бурсалары арқылы грантқа февраль айында құжат қабылданады. Февраль айынан өтіп кеттік, яғни 11-ші сыныптар кішкене кешігіп қалдыңыздар. Ал егер сіз 10-шы сынып болсаңыз, қазірден бастап міне білім стейшнмен достасыңызда, февральға дайындалыңыздар. Қандай құжаттар, не істеу керек, қай жағынан дайындау керек? Міне осы сұраққа қатысты сіздерге жауап беретін болады. Сосын сонымен қатар қазірден бастап айтып кетейін. Тегін емес, қазір тегін дүние жоқ, білесіздер, Білім стейшн өздерінің көрсеткен қызметтер үшін өздерінің белгілі бір бағасы бар. Бірақ сіздер ойлап қалмаңыздар, Қазақстандағыдай дәлей $1000 емес екені точно. Қанша аласыздар, Нұргүл? Біздің жаңағы налогі, услуга, одан кейін оқуға түсіріп беруіміз, сізге шақыртуымыз, ұшақтан күтіп алуымыз, келіссөздер, жатақхана орналастыру, даже жұмысқа орналастырып берудің барлығын біз нақты өзіміздің бағамыз бар, жекеге жазсын, сол кезде толық прайс-листті жібереміз. Иә, жекеге жазыңыздар. Қазір білесіздер, доллар бағамын кішкене секіріп тұр, яғни тұрақтылық жоқ. Ол қазір баға, ертеңгі күні басқа баға ауысып кетуі мүмкін. Сондықтан әр нәрсені жекелеріне шығып нақтыласаңыздар болады. Ал егер де сіз 11-ші сынып бітті, мен грантқа кешігіп қалған екен деп ойламаңыздар. 11-ші сыныпқа да тамаша жаңалық бар. Сіздер Қазақстанның жоғарғы оқу білімдерінің жылдық төлемі қанша екенін білесіздер, Мен оқыған жылы 600 мың болған. Қазір қанша екенін мен білмеймін. Жылдық бағамы Казгудан, мысалы мен Қазақ ұлттық университетінде оқыдым, 600 мың теңге еді жылдық оқуы. Ал Түркияда қанша, Нұргүл? Ең төменгі баға 100 мыңнан басталады. Қазіргі жылдық оқуы, басталады, 430-350 мыңға дейін кете береді. Енді қараңыздар, қандай разница бар, біздің Қазақстандағы 1 жылдық оқу бағасымен сіз Түркияда 4 жыл оқып келе алатын мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін не істеу керек, Нұргүл? Ал сізге сөз берейік. Да, кеттік. Одан кейін айта кетейік. Рет-ретінен түсіндіріп айтып берсеңіз, күшті болатын еді. Рахмет, тәке, сөзге берген үшін. Енді Түркия бурсаларын тағы да ескерте кеткен жайт, Түркия бурсаларына тапсырған адамның бар қабылданады деген сөз емес. Мен өзім қазір Түркия бурсалар бағдарламасымен оқып жатырмын. Алла қаласа осы биыл дипломымды аламын. Енді магистратура, бакалавр, докторантураға дейін тапсыра аласыздар. Жас ерекшеліктер ол жерде нақты айтылған. Және Түркия бурсаларында білесіздер, өздеріңіз білетіндей 2 этаптан тұрады. Біріншісі
документтеріңізді, құжаттарыңызды онлайн түрде жібересіз. Егер де сіз шынымен де жюрилардың көңілінен шығып, документтеріңіз қызығып жататын болса, қызығушылық танытса, онда сізді мүләқатқа, собеседованиеге шақырады елшілікке. Ол документтерді жасауға көмектесесіздер ғой, иә? Қалай, яғни жюри деп кеттіңіз ғой, соларды қалай қызықтыруға болатынын сіздер білесіздер ғой, мысалы. Әрине. Егер жеке шықса, бұйырса көмектесемін, және менің өзімнің таныстарым, достарым түскен болатын. Қанша келгеннен бері, енді мемлекеттің гранты болғаннан кейін барлығы түсін, әрбір қазақтың жасы білім алсын деп, біз қолымыздан келген ақпаратпен бөлісеміз. Сол себепті шығыңыздар, көмектесеміз. Одан кейін Түркия бурсаларында түскенде ең бірінші неге қарайды? Сіздің жетістіктеріңізге, активистік студенттік қоғамда өмірде немен айналыстыңыз, қоғамдық шараларға қатыстыңыз ба? Одан кейін рекомендательное письмо жазған адамдар өте қатты маңызды рөл ойнайды Түркияда. Сол себепті өзіңізді еркін сезініңіз, сіздің ғылыми мақалаңыз, ғылыми жұмысыңыз, диссертацияңыз келешекте жазатын. Одан кейін сіз шынымен де нақты Түркияда бір университеттерді қарап жүрсіз ба? Өзіңіздің салаңызда прям жетік прям озық дейді ғой, алдыңғы қатарда. Осының барлықтарын қарастыра келе, егер сіз сол собеседованиеден және онлайн документ тапсырудан өтетін болсаңыз, Түркияға келе, сол жерде 12 университетті таңдайсыз, 12 университеттің ішінен біреуін сізге таңдайды. Сол таңдаған бойынша сіздің жататын жеріңіз, ұшақ билетіңіз, тұратын орныңыз, оқу орныңыз, языковой курс томері барлығын осы Түркия мемлекеті қамтамасыз ететін болады. Документтерді Астана және Барып келу ұшақ билетінде, иә? Әрине, түркше. Өте жақсы. Өздері қамтамасыз етеді. Одан кейін страховка медицина. Жатақхана тағамымен бар, иә? Жатақхана тамағымен, мезгіл, ол жақтағы енді апайларды, енді мүдірлердің, енді жатақхананың системасы мемлекеттік КАИК деп аталады. Өзел жатақханаларға, частный жатақханаларға да жатқызады, мемлекеттік жатақханаға да жатқызады. Ол жатақханада не только сіз жатырқана қоймайсыз, онда сіз өзіңізді тұлғалық дамытасыз, әртүрлі курстар болады. Енді шыны керек, өте керемет. Тек қана сіз оқисыз, және осы GPA-ңізді түсіріп алмау керексіз оқыған оқу барысында. Егер GPA-ңіз орталамаңыз түсіп кететін болса, стипендияңыз қайтсайды, онда ескере кеткен жөн. Сол себепті ғылым жолында, білім жолында, ізденіс жолында болу керек. Так, енді екінші... Теңге қанша теңге? Біздің теңгемен бағамыз шаққанда? Теңгемен примерно магистранттардікі 900 лира, 950 лира, докторанттардікі 1400, бакалаврдікі 750, қателеспесем, иә. Так, 750 лираны қазір мен теңгеге шағып жіберейін. Біз қазір көбінде бакалавр туралы сөйлесіп жатырмық қой, сондықтан 45 мың теңге, примерно 46-45 мың теңге екен бакалаврдың стипендиясы. Ол бір айға жете ма, Нұргүл? Жататын жерің тегін, тамағың тегін, басқа сенің тек жүріп тұруыңа ғана кететін болып тұр ғой, иә? Енді киім кешек алмасаңыз, тағы да басқа жерлерге бармасаңыз, бірақ жетеді студентке. Сол тамаққа бәріне тоясыз. Даже университеттің тамағының өзі 165 теңге. Сіз первый, второй фруктыңызды, айраныңызды аласыз. Енді одан басқа не керек? 165 теңгеге университеттен тамақ ішесіз, соның өзінен тойып қаласыз. Қазір қанша адам бар, қазақ студенттері бар ма, мысалы, Түркияда қаншама оқып жатқандар бар? Жалпы Түркиядағы санын өтірік айтпай ақ қойын, бірақ әр қай қаласын болсын, Түркияның қанша қаласы бар, барлығынан енді әр қалада бір 30-20 шақты студент бар. Анкараның өзінде 100-ден асады, Сакарияның өзінде 80-ге жуық. Одан кейін вообще Түркияның қай қаласына барсаңыз да қазақты спокойно табасыз. Ол гарантия. Одан кейін биыл біздің Сакария қаласында, Сакария университетінде ең алғаш құрылтай өткіздік. Тәуелсіздік, тек қана Түркияда білім алып жатқан жастардың 3 күндік құрылтай өтті. Ол жерде бүкіл әрбір қалалардың студенттік башқандары дейді ғой, төраға басшылары барлығы келді, елші Абзал Сапарбекұлы өзі басы қасында болды. Шыны керек, тәуелсіздікті 16 желтоқсан болды, иә? Иә. Ең көлемде өтті, үлкен халықаралық дәрежеде. Сол себепті бұл жақта Түркиядағы әрбір оқып жатқан қаладағы студенттер өте ауызбіршілігі берік.
Енді Нұргүл қарашы, ол жаққа түсу үшін түрік тілін білу міндетті ма? Яғни түрік тілін біліп келу керек па оқушы? түрік тілін жоқ, түрік тілін біліп келсеңіз де білмей келсеңіз де ешқандай проблема жоқ. Егер сіз біліп келген жағдайда сіз бұл жақтағы языковой курс томер деп аталады, сол томерге барып экзаменге тапсырасыз. Егер сіз B2 және G1 дәрежелерін алатын болсаңыз, университетіңізді бастай аласыз, факультетіңізді. Егер де сіз түрік тілін ешқандай білмеймін десеңіз, онда сізге кедергі жоқ, сіз томерге başvuru жасайсыз. Жылдық төлемақысы $1000 құрайды, қателеспесем, аптасына 5 рет болады. Таңертең сағат 9-дан обедкі 12:30-ға дейін 2 сменде оқытады. Сол себепті өте сапалы және тілдік курста оқыған кезде мемлекеттік университеттердің языковой курстарында оқуға кеңес беремін. Частный центрларға бармаңыздар. Неге? Себебі ол жерде университетке түсер кезде сізге болып қалуы мүмкін сертификаты. Осыны ескерген. Сол себепті қиындық жоқ. Мына жерде сұрақ қойып жатыр екен. Платный жылына қанша дейді? Платный қандай факультет? Вот факультетке байланысты, факультетке байланысты өте. Мысалы сен примерно 3-4 факультеттің атын атып, және де бағасын айтып кетші. Так, менеджменттің бағасы 150 €. Управление 250 мың. Государственное управление 200 мың. Одан кейін экономика, да, қазір? Экономика 83 мың. Журналистика, да, наяқта Мен жұмыста отырмын. Да, международный бизнес и торговля 130 мың. По-разный, әртүрлі әпке, осылай көте береді. Әрине, жылдан жылға ол бағасы өзгереді ғой. Біздің қолымызда қазіргі цена осындай, енді әрі кетсе бір 10-20 мың көтерілмесе, қатты өзгеріс болады деп айтпаймын. 100 мың теңгелік оқуларда бар, я, Нұргүл? Бар, 75 мыңға да бар. 75 мыңға да бар. Ең қымбат оқу орны ол медициналық да, есіме түсіріп жатырмын қазір. Біз биыл стоматология жаптық. Одан кейін мына жерде сіз бірақ өзіңіз келсеңіз, например, бұл жерде білім стажымен келсеңіз, енді біз барлығын өзіміз түсіріп, өзіміз шақыру барлығын жібереміз. Шынымен де түсетін адамдар хабарласын, біз барлығын толыққанды ақпарат береміз. Енді грант бұрышларына одан кейін ешқандай жаңа әртүрлі гранттар деген нәрселерге жалған ақпарат сенбеңіздер. Ондай гранттар тек қана Түркия бұрышларына, басқа компанияларда грант жоқ. Сразу. Грантқа түскен жағдайда түрік тілін үйретеді ма дейді. Оны айтып кетті. Үйретеді. Нұргүл, даусыңыз жай естіліп жатыр дейді. Даусыңызды қатты. Дизайн интерьердің бағасы қанша дейді? Ой, әпке оны жеке хабарласын. Сол кезде прайс-лист жібереміз. Примерно 130 мың теңгенің айналасы ол. Даусыңыз естілмей жатыр дейді. Менің даусым естіліп тұр ма қазір? Сіздікі естіліп тұр, иә. Диетологтың оқуы қанша тұрады дейді. Яғни оқудың қанша тұратынын мені қазір Нұргүл айтып кетті ғой, жекемен шығып анықтаңыздар деп. Яғни дәл қазір тікелей эфирде оның қолында мына оқу мынанша тұрады деген ақпараты жоқ. Дегенмен сіздің қандай да бір оқуыңыздың бағасын біліп бере алады. Енді Нұргүл айта қойшы, маған бір қызық, бір маңызды бір қызық. Жарайды, барлық қазақтар оқуға түседі дерлік, арзан дерлік, оқиды, білет. Енді сол оқып біткеннен кейін сол диплом Қазақстанға жарай ма? Мысалы, Түркияда оқып, Қазақстанға сол дипломмен жақсы жұмысқа тұрып жатқан таныстарың бар ма сенің? Әрине бар. Әпке естіліп тұр ма менің дауысы барлығы? Дауысы маған естіліп тұр, бірақ жай шығып жатыр. Қаника, есік жауа салшы, өтініш. Так. Қазір. Нормально?
айта бере ғой, жаңағы сұрағыма жауап бере қойшы. Әрине, бұл Сакария университеті Түркия өздеріңіз білетіндей Түркияның ең үздік еуропалық стандарттарға сәйкес Еуропаның ең үздік 30 университеттердің қатарында орын алды. Одан кейін халықаралық дәрежедегі университеттің дипломды алып шығасыз. Не только ол Қазақстан әпке, бүкіл Америка керек па, Еуропа мемлекеттері керек па, смело жұмыс жасай бересіз. Сол себепті қандай бір халықаралық компанияда жұмыс жасау, ол сіздің қабілетіңізге байланысты. Диплом шынымен де барлық мемлекетке өтеді. Өте тиімді баға. Яғни әлемдік деңгейдегі дипломды алып шығады дейсіз ғой, иә? Мысалы, көптеген мен сіздерге Сакария деп жатыр, Нұргүл, Сакария туралы біраз ақпарат бергім келіп отыр. Осыдан 2 жыл бұрын ғой деймін. Нұргүл? Осыдан 2 жыл бұрын. Қазір естіліп тұр ма? Қазір естіліп тұр, лайк баспай қойыңыздар. Жатырсыз әпке, даусыңыз естіліп тұр, бірақ қатып жатсыз. Білмеймін. Кеттік. Осыдан 2 жыл бұрын мен Сакария қаласына барған болатынмын. Сакария қаласы деген Түркия мемлекетінде Стамбулдан ары 1 сағат, 1,5 сағаттық жерде орналасқан, 100 километрді. 100 километрлік жерде орналасқан, Алматы мен Қаскелеңнің ара қатынасы сияқты примерно. Сакарияда кәдімгі Сакария университеті деген үлкен университет бар. Тура біздің Қазу қалашығы сияқты. Яғни университеттің ішінде бүкіл факультеттер, сол факультеттердің жатақханалары, барлық жаңағы қосымша томер дейсің, барлық соның ішінде орналасқан. Тіпті сенесіздер ме? Өздерінің университеттің мешітін көрген кезде мен таң қалдым. Бір Сакария университетінде қазір қанша екенін білмеймін, осыдан 2 жыл бұрын 75 мың студент оқиды деп айтқан болатын. Қазір қанша студент оқиды? 100 мың. 100 мың? 100 мың, иә. Масқара, 100 мың студентті оқытып отыр бір Сакария университеті. Өте үлкен университет, өте әдемі қалашық, былай айтқанда. Біз барып, аузымызды ашып қалдық. Дәл Сакария университетінің табиғаты, ана жердегі атмосфера, ана жердегі студенттердің өз-өздерін еркін ұстауы, ол студенттердің ішінде қазақтар прям еркін жүргенді көріп, біз кәдімгі қуанып қалдық. Сол кезде, біз барған кезде бүкіл Сакария университетінде енді барлығы емес, примерно бірнеше қазақ студенттерімен жолығып, сұхбаттасып қайтқан болатынбыз. Бәрі қуанышты, бәрі де осылай Түркия бурсаларымен келгендер де бар, осындай ақылы біліммен де оқып жатқандар бар. Бәріне сол кезде сұраған болатын, мен өзіме қызық ретінде, бұндай тікелей эфир болатын білген жоқпын ол кезде. Но дегенмен өзімнің қызығушылығым үшін сұрадым. Не үшін келдің Түркияға? Қалай түстің? Мысалы, мынандай болды да, кезінде неге біз солай түспедік екен деп ше? Яғни бізге солай неге бізде мысалы Түркияда оқымадық екен? Сен қалай білдің мысалы? Ондай бір 10-шы, 11-шы сынып оқыған кезде ондай нәрсе көп келе бермейді ғой. Мысалы атанаң, бір туысың, жүр мен сені Түркияға оқытам деп былай жетелемесе өзіңнің ойыңа келмейді ғой ол нәрсе. Сол мына студенттер қалай сол нәрсені ойлап келдікен, біз неге ойламадық екен деген бір өзімде бір сұрақтар болып қызығушылықпен сұраған есімде. Прям сол жерде оқып жатқан студенттерге қуана, қызыға қараған кезім есімде. Қазір сол бірнеше, мен сол кезде танысқан студенттер қазір уже бітіріп кетті, иә, Нұргүл? Иә, бітірді, жұмыс істеп жатыр. Уже біз танымайтын студенттер көбейді. Енді қараңыз, сұрақтар қойып жатыр. Жатақхана тиімді ме? Әрине тиімді. Жатақхананы егер де сіз алатын болсаңыз, ойлаңыз, жатақханаңыз тегін, ол жерде берілетін тағамдар тегін. Сіз еще ақша алып отырсаңыз, конечно, тиімді, квартира тиімді ме дейді. Квартира алатын болсаңыз, сіз енді ай сайын төлейсіз. Бірақ қымбат емес, Нұргүл, менің естуім бойынша бірнеше студент бірігіп, ай сайын где-то 10-15 мың теңге төлейді да, сондай ғой деймін. Иә, бұл жақта біздің квартира жағында айтып кете қойшы, Нұргүл.
Сакара университеті жаңа әпке сіздің сөзіңізді толықтырайын. Ең Түркиядағы иностран студенттердің көп оқитын университеттердің бірі, қалашығы десек болады. Одан кейін біздің университеттің ішінде өзі Унигарден дейтін қалашық бар. Тек қана студенттер шоғырланған. Сол жақта өзінің сервисі бар. Әртүрлі этажный домдар соғылған. Біздің даже Блимстейшн парақшасына кірсеңіздер, біздің студенттердің үйлерімен таныстырдық. Ол жақтың өзінің спорт залы, өздерінің стадиондары, салдары, барлығы өте бір айлық 65.000 теңгеге сіз клубыңыз, интернетіңіз барлығы ішіне кіреді. Сервис бәрі. Оны Жаңағы квартирада, иә? Оны 2-3 бала бірігіп төлеуге болады. Сол себепті ешқандай проблема жоқ. Семейный отбасыларда тұрып жатыр, және енді қаланың прям ортасында тұрам, районнан районға байланысты өзгереді. Где-то 40 мыңға да таба аласыз, 65 мыңға да, 70 мыңға да, 100 мыңға да, көңіліңіздің қалауына қарай. Яғни ол жақта өздеріңіз байқап отқандай, бізге қарағанда кішкене квартира ақшасы өте арзан. Енді тағы да бір сұрақ. Түркия бурсаларымен грантқа түскен жағдайда түрік тілін тегін үйретеді ме? Жаңа біз Томерге қатысты айтып кеттік қой. Егер Түркия бурсаларымен барса тегін ба, тегін емес па? Түркия бурсаларымен болса бәрі тегін. Түркия мен бурсалармен барсаңыздар барлығы тегін, тіпті жолыңызға дейін олар төлеп береді. Бірақ гарантия жоқ, әпке, сразу айтайын. Қанша адам, даже 5 жыл тапсырған адамдар бар, өтпей 3 жыл ол бақшамама дейді, сол себепті оған да қатты надеяться етіп қалмаңыздар. Бірақ сіздер көмектесесіздер ғой? Жоқ, көмектескенде қолымыздан келгенше әрине ол түсіріп береді деген сөз емес, әпке. Түркия бурсаларына ешкім гарантия бермейді. В любом случае жаңағы ақылы оқу бар, яғни ол қатты арзы қымбат емес деп отырсыз, иә? Просто әпке, ол жерде Түркия бурсаларында әркімнің енді кімнің қоғамдық студенттік өмірде белсенді болғанын білмейміз ғой. Например, мен өзімді өтетіме 100% гарантия бердім. Неге себебі мен не только Түркия, Германия, Қытай, осы Түркияның ішінен Түркияны таңдап алдым. Осы гранттар жеңе тұра. И активно болу керексіз, сізге жазған рекомендательный письмолар өте қатты рөл ойнайды. Просто ол студенттің өзінің резюмесіне, CV-на байланысты. Егер де мен Түркияда Томерді оқып, сол жақта Түркия бурсаларына тапсыра алсам, бола ма деді? Қабылдамайды. Түркияда уже сіз тек қана шетелде отыру керек, иә? Иә. Ол тапсыра, әрине сізді бірінші этаптан қабылдап, екінші этапқа шақыру мүмкін, бірақ өтпейсіз. Оны көптеген көзім жетті. Оқудың ақшасын бөліп төлеуге болады ма, әлде бірден төлей ме? Оқудың ақшасын, бір жылдық оқу ақшасын 2 семестрға төлейсіз. Бұл жақта семестр төлейсіз. Қалай сонда бір семестр қанша төлейді? Например, жаңа айттық қой, 150 мың болса, сол 150 мыңды 2-ке бөліп, 75 мыңнан 2-ке бөліп төлей аласыз. Главное, жылдың басында, жылдың соңында. Түсінікті. Қосымша жұмыс жасауға болады ма? Әрине, менің қаншама студентім. Қандай жұмыстар жасауға болады? Бірінші, әрине, тіл білсеңіз, мұғалім болуға болады, ағылшын тілінен, егер прям жетік меңгеріп жатсаңыз. Біздің студенттеріміздің видеолары бар, өзіміздің Блимстейшнмен келіп қазіргі таңда қызмет етіп жатқан. Официант боласыз, одан кейін нянка болуға болады, визажист болуға болады. Мынаяқта өзіңіз... Яғни уақыт бар, иә? Әрине, ол уақытта болады, әрбір адамның өзінің қабілетіне қарай. Егер талантың болса, ниетің болса, әрқашан мүмкіндік бар. Эфирді сақтаңызшы дейді. Нұргүл, эфирді сақтайсың ғой, иә? Сақтайын. Қандай оқулар бар дейді, мамандықтар деп сұрақсы келген сияқты. Айтып тұрмын, бізде көптеген мамандықтар бар. Мына жерде біздің оқырмандар біледі ғой. Яғни Қазақстандағыдай өзінің қалаған мамандығын таңдай алады, дұрыс па? Әрине. Оқуға түсер кезде бізде 5 мамандықты таңдайсыздар, соның біреуіне иншаллах түсесіз, егер шынымен де осы жақта оқимын деп жатсаңыз. Сол себепті бізге жеке хабарласыңыздар, Блимстейшн парақшасына кіріңіздер, YouTube каналына қараңыздар. Барлық ақпараттың бәрі сол жерде нақты жазылған. Факультеттер, оқу ақысы керек па, жатақхана керек па, барлығын салдық.
Өте жақсы. Сакария университеті сонша мықты болса, неге даже топ 1000 университет қатарына кірмейді дейді. Түркияда бұл рейтингқа тек 5 қана университет кірген дейді. Бұл әлемдік топта айтып жатқан сияқты бұл кісі. Түркияның өзінде бұл 100-дік университеттің ішінде 30-дыққа кіріп тұр. Так что әлемдікке тек қана 5-еу кірсе, онда 30-дықтың алғашқы 5-ті кіретін болып тұр ғой. Енді өз бетімен барып мүмкін. Аяқта. О, әпкенді көрдім мен сізді. Ау? Енді көріп тұрмын әпкесті. Нұргүл апай, білім стейшн админі ма дейді. Директорымын. Нұргүл әпке білім стейшнның кәдімгі былай айтқанда негізін қалаушы осы білім стейшнды құрастырып, осы бірнеше көптеген студенттердің Түркияға оқуына себепші болған адамдардың бірі. Былай айтқанда сіздер достасу керексіздер бұл қызбен. Жақсылап танысып алыңыздар, жақсылап біліп алыңыздар, білім стейшнға подписка жасап алыңыздар. Білім стейшн парақшасы өте активный парақша. Күнделікті сіздердің сұрақтарыңызға стористе жауап беріп жатады. Күнделікті неше түрлі тікелей маңызды ақпараттарға қатысты тікелей эфир жүргізіп жатады. Сіздерге арнайы университеттердің ішінен прямой эфирге шығып, сіздерге прям көрсетеді, мұғалімдермен таныстырады. Жатақхананың іші қандай жағдайда жасалынған. Міне осының барлығын бұл кісілер сторисқа түсіріп, тікелей эфир жасап, бөлісіп жатады. Үнемі өзім де білім стейшнді оқитын болғандықтан сіздерге сенімді түрде айтып жатырмын. Егер Түркияда оқыған студенттердің жағдайы қалай екен, қандай тамақтар жейді екен, қалай өмір сүріп жатыр екен деген білгіңіз келсе, міне дәл осы білім стейшнға кіріңіз. Себебі сол жақта оқып жатқан студенттермен сұхбаттасып, әйтеуір видеоларын салып, әйтеуір өте қызық парақша менің үшін. Кешірерсіз, неге бағасы басқа университеттерден арзандау? Бағасы басқа университеттен арзан емес, Түркияда жалпы білім өте арзан. Біздегі Қазақстан сияқты емес, қыздар. Түркияда қай университетті қарасаңыздар да бағасы арзан, и то Сакария университеті. Нұргүлге берейікші. Профессионал жауап берсінші. Бұл жерде айтайын, әпкем, бұл жерде Сакария университеті неге арзан? Сакария университеті бірінші мемлекеттік университеттердің қатарында. Сол себепті Түркияда мемлекеттік университеттерді 70% мемлекет өзі қамтамасыз етеді. Осыны ескере кеткен жөн. Одан кейін жаңа айтып жатсақ, әпке, арзан деп. Барлығы частный университеттер бар, Нишанташи бар, Окан бар, олар $20,000 дейін кетеді. Қалтаңызға қарай, көңіліңізге қарай баға. Біздің Сакария университеті мемлекеттік болғаннан кейін мемлекеттік өзі 70%-ын қамтамасыз етеді. Осыны ескеріп. Сол себепті особенно ябаншы студенттерге. Қай қаладансыздар дейді. Нұргүл бізде дәл қазір Сакария қаласында отыр. Мен Алматы қаласында отырмын. Мен Алматы қаласында отырмын, карантиннің біткенін күтіп, карантин біте салса бұйыртса Түркияға қарай ұшайық деп дайындалып отырмыз. Себебі жұмысымыз сол жақта. Шынымен де білім стейшн инста парақшасы өте жұмыс жасайды дейді, өте керемет жұмыс жасайды. Ол сөзсіз керемет жұмыс жасайды. Яғни сол жақтағы студенттердің өмірін көрсетеді. Маған сонысы қызық. Сол жақтағы оқып жатқан студенттерден сұхбаттасып жататындары қызық. Қалай оқуға түстің? Кім көмектесті? Қандай жолмен? Қайдан келді бұл жаққа оқуға түсу деген сияқты бәрі қызық қой сіздерге. Вот сол қызықтардың барлығын сол білім стейшннан көруге болады. Өз бетімен барып грантқа түсуге мүмкіндік бар ма? Егер де сіз жолын білсеңіз, конечно, желательно уақытыңызды босқа жіберіп алғыңыз келмесе, осы білім стейшнға барғаныңыз дұрыс, Жандарбек мырза. Барлық сұрақтарға доступно жауап береді, супер дейді. Қуаныштымын. Түркия универлері мемлекет субсидиялар 80% дейді. Мен не дейді? Қазір бір мен Стади Германия деген компанияның адамымен байланысқа
болатынмын. Сол кісі айтты, егер магистратураға түсетін болсаң, плюс N рейтингісі не кіретін универге бакалаврлерді оқымасаң, Германияда. Не дейді, Нұргүл? Түсінген жоқпын. Сенің тіліңде сөйлеп жатыр. Түсінген жоқпын, бұл жерде сұрақ. Бұл Германия дейді. Германия Сакария университетінің дипломын мойындай ма, мойындамай ма дейді. Мойындайды, әрине, мойындайды. Бізде Германияда мойындайды. Студенттер жүр. Менің өзім Томерде сіздер оқыған кезде ойламаңыздар, тек қана қазақтар болады. Томерде қазақтар емес, әлемнің 127 мемлекетінен студенттер келіп оқиды. Сіз әлемнің жан-жағынан мәдениеттен табақ, мировой зрениеңіз, кругозорыңыз кеңейеді. Сол себепті Томердің студенттерек әлемге ашатын жол ғой, былайша айтқанда. Қарасаңыздар бар ол жерде. Бұйырса, ертең біздің жаңа интервью шығады грузиялық подругамызбен. Неномен одан сене күні бізде Жарас мырзамен интервью болады, осылай онлайн интервью. Ол кісі туризм мамандығын бітірген, қазір халықаралық компанияда жұмыс істеп жатыр. Erasmusқа, Америкаға барып келген, даже Сакария университетінде оқып жүріп, Меккеге путевкалар бар, Меккеге тиімді 250 мың теңгелік 2 апталық умра қажылықта, кіші қажылықта тұрады. Осының барлығын қайдан табасыз? Сакария университетінен. Бұндай даже Қазақстан емес, Түркияның басқа қалаларында университет алмайсыз. Сол себепті біз өзіміз осы Сакарияда құдығынан су ішкеннен кейін, уақытта өсіп өнгеннен кейін барлығын бағыт-бағдарды сіздерге 100% бере аламын. Нұргүл, мен саған бір керемет ұсынысым бар. Осындай сұрақтарға кішкене тиімді жауап беру үшін, мысалы, мен білемін, Сакария университетінде оқып, қазақ студенттерінің қазіргі таңда өте керемет жерде жұмыс жасап жатқан біраз студенттерді білемін. Сіздерге сол Сакария университетінің дипломымен өте сондай жақсы жұмысқа тұрған қазақ адамдарды, яғни қазақ адамдар деген қалай, студент деп айтайын десем, олар бітіріп кеткен сол қазақ азаматтарынан сұхбат алып, осы жерге салып қойсаңыз күшті болатын еді. Бұйырса, әпке, ертең істейін деп жатырмыз ғой. Біз енді Жараспен, иә? Иә, тікелей эфир уақыты қашан? Воскресенье күні Қазақстан уақытымен түнгі 12 қателеспесем. Бізде ауызашар кеш басталады, сол себепті ол да жұмыста. Сол себепті воскресенье. Онда қараңыздар, осы жерде отырған барлық университетке түскісі келетіндер жексенбі күні түнгі сағат 12-де Білім стейшнда осы Сакария университетінің түлегімен сұхбат болады. Ол түлек қазір қай жерде жұмыс жасап жатыр? Айлық табысы қанша? Оның дипломның дәрежесі қалай болды? Қалай жұмысқа тұрды деген сияқты сұрақтардың барлығын сол сұхбаттан көре аласыздар. Жарас мырзамен ғой, сізде? Жарас мырзамен енді. Жарас мырзаны мен сырттай танимын, өте керемет. Ол сол Сакария университетінде оқып, қазіргі таңда өте керемет жерде жұмыс жасайды. И Стамбулда өте жаңағыдай байлар тұратын районнан үй алған азаматтың бірі. Солай емес па, Нұргүл? Левентте тұрады ғой? Иә. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Сакария университеті мойындалама дипломы дейді. Түркия бурсаларына хат жазу керек. Қандай хат, не жазу керек? Егер де Түркия бурсаларына хат жазу керек, қандай хат жазу керек, не жазу керек деген сияқты сұрақтар болса, Білім стейшн арқылы шығыңыздар. Бірге хат жазасыздар, бізге қандай бәрін жасап, бірге оқуға түсуге әрекет жасайсыздар. Сакария университеті Сакария қаласының орталығында орналасқан ба? Сакария қаласының өте керемет жерінде орналасқан. Табиғаты прям, иә? Нұргүл, айтшы өзің. Әрине, біздің Сакария университетінің, Сакария қаласының табиғаты, халқы енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазірдің өзіне біз бауыр бастық, Сакарияның табиғатын енді шыны керек керемет, келіп көріңіздер бір көзбен. Иә, біздің мысалы өзім Қазақ ұлттық университетінде оқығаннан кейін сол жақты мақтай берейін да, енді өте керемет жерде орналасқан ғой, Қазақ ұлттық университеті Алматының самый табиғаты керемет жерде орналасқан, білесіздер, дәл қазір. Сакария университеті тура сондай жерде орналасқан, табиғаты өте керемет. Сакария қаласының ең әдемі жерінде орналасқан. Өзім енді бір емес бірнеше рет барып көргеннен кейін айталам. Гүлдана, сіздің турыңызбен барып, Сакария университетін көріп келуге болады ма дейді. Менің турыммен келіп,
ортасында бір промежутокпен Нұргүлмен бірге Сакарияны көріп келсеңіз әрине болады. Енді Түркияға барып тұрып қалай көрмей кетесіз? Егер барғыңыз келсе бара аласыз. Ол бір-ақ күндік уақытыңыз кетеді. Барасыз, 1 сағатта жетіп барасыз, аралайсыз, 1 сағатта қайттан келесіз. Түк те қиын емес, міндетті түрде бара аласыз. Келсеңіз кеткіңіз келмей қалады. Одан кейін әпке айтты, өзіңіз көрдіңіз да, отбасы мектебін оқып жатқан, не только мына жақта мектеп оқушылары, семейный студенттер бар, ол жақта өзінің тапқан адамдар бар. Не айтасыз ол студенттер жайлы? Көрдіңіз көзіңізбен? Мен анау ағайдың атын ұмытып қалдым. Кім еді? Қанатбек? Ерлан ағай? Ерлан ағай. Иә. Сенесіздер ме? Шымкент қаласының өте танымал оперный әншісі, Қазақстан Республикасының кәдімгідей бірнеше атағын алған Ерлан деген мықты опералық әнші бар. Биыл ол даже Түркия, Қазақстан дауысы деген бағдарлама бар ғой бізде. Соның Түркия дауысы бағдарламасына қатысып бірнеше этаптардан өткен қазақтың мықты әншісі отбасымен түбегейлі көшіп барып Сакария университетінде оқып жатыр дегенде мен таң қалдым бар ғой. Сенесіздер ме? Қаншама атағы бар, қаншама концерті бар, Италияда оқып келген. Енді ана кісінің әңгімесін естең, енді опера Италияда мықты дамыған ғой, сол жақтың бірнеше концерті Қазақстанның атынан қаншама мемлекетте барып Қазақстанның туын желбіретіп келген әнші Сакария университетіне барып оқуға түстім. Отбасымен түбегейлі көшіп келдім дегенде мен шок болдым. Қанша баласы бар? 2 баласы бар, иә? Нұргүл? Жоқ, жатыр, иә, бұл жақта. Иә, міне, сондықтан никогда не поздно. Не обязательно сіз оқуға түсу үшін 10-11 сынып болу. Сондықтан ешқашанда кеш емес. Ерлан мырзаның жасы примерно 35 сондайда, сол кісі оқуға түсіп, әйелін оқуға түсіріп оқып жатқаннан кейін енді көресіздер. Аламыз жақын арада, иншаллах. Так, айтады, сәлемет. Сакария қаласы Бодрумға жақын ба? Жоқ, Бодрумға жақын емес. Бодрум дейтін Измир жақта ғой. Бірақ бұл жақта автобустар не дейді? Қалай айтам? Ұшақ билеті де автобустар өте тиімді бағада. 6-7 сағатта Бодрумға жете аласыз. Иә, бізде кішкене бағалар Алматы, Астана, Алматы, Ақтау деген орталар кішкене бағалары қымбат қой, яғни 25-30 мың болып жатады. Именно Түркияда өздерінің внутренний рейстары өте арзан, 12-13 мың теңге. Ұшақ билеттері 40-45 минутта жетесіз. Ал егер сол 12-15 мың теңгенің өзі сізге қымбат болса, онда сізге автобуспен баруға кеңес береміз. Яғни ең алыс жері олар 12-13 сағат, Бодрум дегендерге 8-9 сағатта жетуге болады, 7-8 мың теңгемен. Солай емес па, Нұргүл? Әрине, Каппадокияның өзіне 6 мың теңгемен бара аласыз. Анталия. Иә. Мен биыл 10-шы сынып бітіремін. Жаңағы хаттарды қазірден жазуға болады ғой дейді. Жақсылыковна, сізге кеңес беремін. Сізге Білім Стейшнға подписка жасау керек. Және де сізге сол Білім Стейшнға үнемі байланыста болыңыз. 10-шы сынып болсаңыз, сізге қазірден бастап дайындық жасап, 2021 жылдың ақпан айында уже оқуға тапсыру керексіз. Ақпан айындағы оқудан бірінші этаптан өтсеңіз, екінші этап май айында болады, екінші этаптан өтсеңіз, сентябрьден бастап сіз бірінші курс студенті атанасыз. Әпке, маған аяқта сұрақтар келіп жатыр екен. Оқып жүріп жұмыс жасауға бар ма дейді. Әрине бар. Оқып жүріп жұмыс жасауға мүмкіндік бар ма дейді. Әрине бар. Қаншама студенттеріміз қазіргі таңда даже карантин болып жатса да, олар қызметтерін жасап жатыр. Кейбіреулер нянка болып жатыр, официант болып жұмыс жасап жатыр, визажист болып жасап жатыр, лашмейкер дейді, неше түрлі. Енді жұмыс деген адамға жұмыс әрқашан бар. Одан кейін кеттік аяқта жатақханада 6 адам болып тұрса, қанша теңгеден айналады әрқайсынан дейді. Ол жатақханадан 25 мың, 20 мың теңге, 35 мың, 40 мыңға дейін кете береді. Егер 6 адам болса, 25 мың теңгеден келеді адам басына 2 мезгіл тамақпен. Одан кейін кеттік. Егер түрік тілін білсең, сертификат болу керек пе? Әрине болу керек.
егер жоқ болса, Сакария университетінің Томеріне барып экзамен тапсырасыз. Жатақхананың ақысы жылына 25.000 теңге ме, әлде айына ма? Айына. Жатақханада тұрған тиімді ме, әлде пәтер жалдаған қайсысы дейді. Мен жатақхана деп айтатын едім, себебі жатақханада сіз түркішеңізді дамытасыз, жаңа достар табасыз, жаңа бір мәдениетті үйрену үшін адаптацияға өте тиімді бір орта. Ал енді отбасылы болсаңыз, өзіңіз достарыңызбен келсеңіз, 3-4 адам болып, онда сізге квартираға тұрған өте тиімді. Сосын... Көзі осы сұрақтың бәрін оқып тастадық қой біз. Иә, мына жақта, қайдан білейін, мына жақта жазып жатыр екен. Қайтадан келіп жатыр ма, или не ме? Неге сәлеметсіздер, маған көмектесе аласыздар ма? Ойбай құрсын. 9-шы сынып оқимын. Қазірден бастап неге дайындала бергенім қажет? Қазірден бастап сіз тіл үйрене бергеніңіз дұрыс, иә? Дұрыс па? Әрине, тіл, өзіңіз жетілдіріңіз, қандай. Егер Түркия бурсларын тапсырам десеңіз, рекомендательный письмоларыңыз мықты болу үшін, сертификаттарыңыз көп болсын, ғылыми жұмыстармен айналысыңыз, активны болыңыз, бір сөзбен айтқанда. Енді ол мысалы жаңағы сен айтып жатқан Нұргүл, активный болу, яғни неше түрлі сертификат, не алу деген оның жолы өте оңай ғой. Егер де біз Қазақстаннан түрлі сертификаттарды бір күнде дайындап барсақ, ол қабылдана ма? Жоқ, әпке, оның барлығы Қазақстанда, оның барлығы тексеріледі. Тексеріле ма? Одан кейін сізге кім жазды рекомендательный письмоны, сол адамға хабарласады, сол жерде телефон номерін, почтасын көрсетесіз. Тем более бұл аудандық дегендер емес, мектепаралық деген жоқ, облыстық, международный, халықаралық деңгейде бұл. Республикалық дәрежеде, иә? Әрине. Ол екінің бірі шауып келгеннің бәріне грант бере берсе не болады? Иә, дұрыс айтасың. Әйеліммен және бір баламмен айына қанша ақша кетеді? Грубо дейді Нұргүл, есептеп берші. Так, примерно 100.000 теңге кетеді. Иә, енді қараңыз, әйеліңізбен және бір балаңызбен сіз бір пәтерді өзіңізге ғана аласыз. Сонда орта есеппен 60.000 теңгенің пәтерін алсаңыз, ар жағында 40.000 теңге сіздің бір айлық продуктыға кететін ақшаңыз болса, примерно 100.000 теңге ақша кететін болып тұр ғой, Сұлтан мырза. Жақын ба дей беретіндер, Google картаны ашып қарасаңыздаршы, телефон бар ғой дейді. Дұрыс айтады, Бекулан. Сәлеметсіздер ме, маған көмектесе аласыздар ма? Балама сүт нан алатын ақшам болмай тұр. Жаным, Гаухар Сапаровна. Осындай көмек беріп жатқан қазір көп қой, біз біргеміз, қаншама мысалы кімдер иттар, соларға жазсаңыз өте жақсы көмектеседі, мен сізге отвечаю. Одан кейін әпкеті сұрақ қояр кезде кішкене ойланып қойыңыздар, Білім Стейшн парақшасын қараңыздар, көздеріңізді ашыңыздар, интервью берген әрбір адамның ол жерде жеке парақшалары көрсетілген, және сіздердің нақты сұрақтарыңыз, мына қойып жатқан күнделікті сұрақтар негізі бізде, сол әрқайсысын ашып қарасаңыздар, барлық толық ақпарат бар. Сол себепті YouTube каналымызда да, Білім Стейшн Instagram парақшасында да, егер прям ол жерден таба алмай жатсаңыз, менің Дәурен хабарласаңыздар, барлығын айтып беремін. Енді біз жаңағы отбасымен қанша ақша кетеді, қанша ақша кетеді деп примерно айтамыз, но барлығы сіздің қанша шығын жолдауыңыз, шығын жұмысқа байланысты. Нұргүл, мен бір личный сұрақ қойсам бола ма? Ал қойыңыз. Енді мен қанша барып жүрмін, қанша студенттермен кездесіп жүрмін, бәрімен әдейіге сұхбаттасамын ғой. Не, қандай жоспармен келдің? Болашақта немен айналысасың? Қазақстанға қайтасың ба деген сұрақтар қоям. Мен қойған сұрақ адамдардың 80%-ы Қазақстанға қайтқымыз келмейді деген жауап береді. Саған қояйыншы сол сұрақты. Болашақта Қазақстанға қайту жоспарыңда бар ма? Әрине бар. Қазақстанымыз, елді дамытамыз, бар білген түйгенімізбен бөлісеміз, артымыздан келе жатқан іні сіңілдерімізге жол көрсетіп, осылай бар ақпаратпен бөлісуге дайынмын, еліме қызмет етуге. Ал енді жаңағы Қазақстанға қайтқым келмейді деген студенттер сонда не мақсатпен олай айтады?
Мен қазір айтатын едім, сразу мен қайтпау. Мен қазір дәл қазір осы биыл бітіріп сразу қайтамын деп те айта алмаймын. Неге? Себебі мен әлі өзімді жетілдіргім келеді. Түркиямен ғана тоқталып қалғым келмейді. Басқа мемлекеттерде өзімді ғылыми тұрғыда немесе тұлғалық дамытқым келеді. Сол себепті бір 3-4 жылдың айналасынан опытын, тәжірибемді жинап, сосын елге қызмет етуге дайын. Ал енді жаңағы айтып кеткен студенттерге келетін болса, олар қызмет бабымен, мүмкін қызмет бабымен, одан кейін бұл жақтағы өмір салтына үйреніп қалған. Менің өзім даже қазір Түркияға қатты бауыр басып үйреніп қалдым. Сол себепті енді талғамда талас жоқ дейді ғой әпке. Так что енді қандай ерекшеліктер бар? Енді Қазақстан мен Түркияның бір ерекшеліктерін айтып берші, несімен баурап алады адамдарды? Несімен, мен өз басым айтайын, Түркиядан үйренгенім өте көп. Себебі бұл жақтың халқы мейірімді, білесіз әпке, ешкімнің хаққын неме дейді ғой, ешкімнің ала жібін аттамайды. Даже сіздің сумкаңыз тұрса, оны ешкім тимейді, мейірімді, даже қолындағы нанын үзіп береді. Қаншама студенттерге мына жақта қазір Рамазан айында, карантинда болсын, эрзак ярдымы дейді, стипендия алмайтын студенттерге стипендия тағайындайды. Үйде тұратын студенттерге тамақтар әкеліп береді. Енді адамгершілік, рухани жағынан өте керемет. Одан кейін тағы не айтам. Сен шетел студенті болсаң да, саған бір мандай жаман көзбен қарамайды. Мен өзімнің қаншама отбасылық достарым бар да, үлкен аға апайым сияқты, өзімнің әке-шешеммен қатар кісілер. Сол кісілердің барлығы қазір шыны керек 3 жылдың ішінде өзінің ортамды қалыптастырдым. Өте керемет. Әрқашан әкемнің орнына әке, шешемнің орнына шеше болып, құшақтарын құшақ ашып, әрқашан ішіп отқан шайларын, ішіп отқан суларын бөліп беруге дайын. Сол себепті Түркияға келіп, жаңағы хайуанаттарға, жануарларға деген махаббатын, адамға деген махаббаттан бөлек әрбір құсқа, барлығына деген махаббат, мейірімді сезуге болады әпке. Онда өте керемет. Сервис өте керемет, мәдениетті, енді айта берсе өте көп. Сұрақтар келіпті. $2200 қымбат қой дейді. $2200 қатысты біз еш нәрсе айтпаған сияқты едік. Иә. Осы сұраққа жауап бермей жатырсыздар. Қызметтерін айтып кетті Салаватовна. 92 қызметтерін жекеге жазасыз. Себебі қызметтер қандай қызмет сізге? Қызметтің түрі көп қой. Именно сізге қандай қызметтің түрі керек, соған сіз жекесіне жазсаңыз, білім стейшнның сізге міндетті түрде жауап береді. Түркі бурсалары жауабы қашан шығады дейді? Түркия бурсаларының сайтынан қарайсыз. Одан енді айтады, қызметтеріңіз неге тым қымбат, сіздерде уже 3-ші рет қойып жатырмын осы сұрақты дейді. Біріншіден, біздің компанияны білмес бұрын сіз басқа компаниялармен атын атап түстемей-ақ қойын. Даже менің өзімнің студенттерім бар, осылай алданып келіп, 4,5 миллионға дейін алданып келіп, ата-аналар даже маған жылап звондаған болатын. Даже керек болса мен номерлерін бере аламын, сөйлесе аласыздар. Сол себепті бір нәрсеге сұрақ қоймастан бұрын зерттеп алғандарыңыз жөн. Қазір 2-нің 1 грант берем дейді, 2-нің 1 түсіріп берем дейді, бірақ осы сөздерін ұстай алмайтын адамдар, компаниялар өте көп. Иә, достар, осы тақырыпта қатысты. Мысалы, қазір сіздер менің тікелей эфирімде осы ақпараттың барлығын естіп отырсыздар, иә? Осы Гүлданадан көрдік. Уже сіздерде не кетеді қазір? Түркияда оқу туралы сіздерде ой кетеді. Ой кеткеннен кейін сіздің алдыңыздан адам бір нәрсені ойлаған кезде алдынан сол ақпараттар көп шыға береді ғой. Сіздің алдыңыздан осы именно оқу қатысты түрлі ұсыныстар шығуы мүмкін. Сіздерге айтайын, танымайтын адамға, білмейтін, әлі тексерілмеген компанияларға сенім артпаңыздар. Себебі қазіргі таңда өте көп алдайтын адамдар бар, иә, оны білесіздер. Яғни қолынан келмесе де жасаймын деп, бірінші ақшаны алып, бірінші жоқ болып кететін қаншама адам бар. Сондықтан өтініш сіздерге, тек қана проверенный адамдарға барыңыздар. Нұргүл апайға ырзамын ғой, молодец апайым дейді Сұлтан. Отельный менеджмент бойынша Түркияда қайсы университет ең мықты? Ең мықтысы қайсы? Зарубежный университеттермен партнерский соглашениялары бар. Қандай университеттер бар дейді? Бұл жақта Сакария университетінің өзінде айтайыншы, Аль-Фараби дейтін программа бар, Мевляна деген бар, Erasmus бар.
Айсара деген программамен сіз біздің университетте оқып жатып қана басқа семестр ятайгет жасайсыз. Түркияның қалаған университетіне барып өзіңіздің бір семестрлік біліктілігіңізді арттырып келуге болады. Сол себепті қазірден бастап интернеттен қарап көріңіз, қандай салалар, қайсысы деген сияқты өзіңізге жаныңызға. Мысалы, жаңағы зарубежный университеттермен партнерский соглашениялар қандай университет бар деп жатыр ғой. Мысалы, мен Сакария университетіне қалай тап болдым? Менің жолдасым Қазақстанда Темірбек Жүргенов атындағы академияда, өнер академиясында PhD докторантураның 3-ші курс студенті. Біздер білесіздер, докторантура, магистратураны шетелге тәжірибе алмасу мақсатында жіберетін, иә. Сол кезде Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы менің жолдасымды осы Сакария университетіне жіберді. Яғни зарубежный соглашениялары өте мықты университеттердің бірі болып тұр ғой. Сакария университетінің именно консерватория факультетіне бардық. Сол жерде өзінің білімін алып шықты, ең аяғында концертін қойды. Сол концертке осы қазақ студенттер келді. Сол жерде таныстық Нұргүлмен. Нұргүл, есіңде ма сол концерт? Сол жерде, сол концертте менің жолдасым домбырамен неше түрлі термелерін айтып, әнін айтқанда қазақ студенттерінің домбыраға деген сағынышын көрдім мен сол кезде. Сол кезде қаншама студенттермен таныстық біз. Содан бері білеміз. Сондықтан соглашение, басқа партнерский соглашениялары өте мықты екенін дәлелін осы арқылы айтып берейін сіздерге. Ақшаны доллардың курсымен бе, әлде теңгемен төлейді ме? Доллар көтеріліп тұр ғой қазір. Сіз ақшаны түрк лирасымен төлейсіз. Мысалы, доллармен төлемейсіз, түрк лирасымен төлейсіз. Сондықтан түрк лирасын қалай енді? Енді бәрібір долларға да сайып келгенде не істейді ғой? Сіз Каспий Голдқа теңгемен салып аласыз ақшаны, сол жаққа барасыз, түрк лираға шығарасыз да, сол түрк лирасымен барлық төлемдерді жасай бересіз. Мында Дәурен де жауап беріп жатыр екен. Дәурен Бей деген ортамызда сіздерге қосымша сұрақтарыңызға біз көрмей кеткен сұрақтардың жауабын беріп жатыр. Дәурен Бей деген парақша, осы Білім Стейшн парақшасының администраторы Нұргүл ханымның екеуі партнер ма, көмекші ма? Не дейді Нұргүл? Айтып жіберші өзің. Енді Дәурен